Бұқаралық ақпарат құралдары қоғамда құқық бұзушылықтарға нөлдік төзімділікті және халықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана сезімін қалыптастыру құралы Петропавлда. Осындай атаумен өткен семинарға құқық қорғау органдарының өкілдері, үкіметтік емес ұйым жетекшілері, баспасөз хатшылары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Семинарға Қазақстан Республикасы байланыс ақпараттандыру және ақпарат комитеті мен Европа құқығы және адам құқықтары жөніндегі институт мұрындық болып отыр. Астаналық меймандар азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыруда барлық деңгейдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің маңыздылығы мен адамдардың әділеттілікке жету жолдары жайын сөз етті. Что такое справедливых? Қазіргі адамдардың барлығы әділдікті білет, бірақ өкінішке орай қарапайым азамат әділдікке жету үшін қазіргі заманда үлкен жұмыс жасау қажет. Барлығымыз бірге жемқорлыққа қарсы жұмыла төтеп беруіміз қажет. Әрбір адам өз құқығын қорғай білуі керек. Жыл басынан бері өңір аумағында 90 мыңға жуық түрлі заң бұзушылықтар тіркелген. Полицейлер құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытында жүйелі жұмыс атқаруда. Қылмыстың ашылуы 90% құрап отыр. Сондай-ақ жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарымен де мемлекеттік органдар тығыз қарым-қатынаста. Азаматтардың құқықтық сана сезімін қалыптастыруда бұқаралық ақпарат құралдарының маңызды рөл атқаратындығы ерекше деп атап өтті. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы эксперттік комиссия жетекшісінің орынбасары Марат Бәшімов. Азаматтардың құқықтық сауаттылығын қалыптастыруда барлық деңгейдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің маңызы ерекше. Тұрғындардың сот жүйесі мен құқық қорғау органдары туралы пікірі журналистердің осы мәселеге қатысты ойына байланысты қалыптасады. Семинарда қоғамда ұсақ құқық бұзушылықтарға деген нөлдік төзімділікті белсенді және конструктивті қалыптастыру мәселесі егжей-тегжейлі талқыланды. Айта кеткен жөн, мұндай шара қаламызда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Тоқтар Ғалым, Юрий Скаков, ақпарат.